Йоу, барлықтарыңа сәлем, менің аты жөнім Бақберген Сұлтан, және бұл 50 мыңнан 500 мыңға жобасының 3-ші сериясы. Өздерің алғашқы 2 сериядан көргендеріңдей, мен өз достарыммен бірігіп бизнес бастаған болатым. Сонымен қатар істеп жатқан бизнесімізді осы YouTube каналда 50 мыңнан 500 мыңға атты жобамен көрсетіп келе жатырмыз. Бүгінгі бөлім біздің істеп жатқан аяқ киімдерімізге не болды, және жаңа қандай товар алдық, бизнесіміз ары қарай қандай бағытта жылжиды, жалпы жобада не өзгеріс болып жатқаны жайында болады. Мен айтқым келген нәрсе не? Қазір қара, дұрыс емес деп айтпаймын, біз таңдаған нәрсені ше, кроссовканы. Біз дұрыс емес бастадық. Просто біз дұрыс емес бастадық, дұрыс жүргізбедік, вообще жүргізбедік қой, негізі Инстаграм жабылып қалды, одан кейін бір рет қана реклама жасадық, и то дұрыс емес продвигать деп ше. Өзіміз былай как-то активно жүргізбедік. Енді бұл жолы бағана сылтау бәрін жинастырып, ютубқа да активно бөлісейік. Апта сайын 3-4 күн, 5 күн кешке таман 2 сағат кәдімгідей брейншторм дейді мысалы. Брейншторм, қағаз алып соған жазып қалай болады, қалай істейміз, қандай қасиеттер бар, қандай нелер бар, выводтарды не алып ше. Енді заказ болса обязательно заказға бірінші орын беру керек. Хоть даже өзіміздің счеттан таксимен жіберіп жіберсек те ше. Біз не істеуіміз қажет? Қазір мен ойымша уже мына күздік аяқ киім тез құтылу керек, сату керек. Сол үшін мен мынандай нәрсе предлагать етемін. Комментарийда да көп адамдар предлагать етті. Носки алайық, именно Nike носки, тематичный ақ или қара, без разницы. И соны как біріншіден бонус ретінде қосамыз, реклама жасаймыз, ол қазір распродажа деп. И екіншіден почти өзіндік құнына сатайық. Хотя бы бізге өзіміздің изначальный 85 мың бюджетімізді шығарып алайық бірінші. Одан кейін ақылға салып уже нормальный товармен саудаласайық именно. Так, давайте не істейміз. Ертең барып носки сатып аламыз. Той бастың ба? Қанша тескен. Ақ бар ма? Ана базарда жегін көрдім ше. Көзім түсіп қалды. Like қаншысы? 150-ден ба? Корейский деген бар ма? Качественный болады екен. Қалың. Бізде наоборот контейнер жақта деді. Сұлу деген апай қай жақта? Бұл жақта ғой, прямо будет. Анау ма? Опты ғой маған. Сұрау керек еді, ондай бағананы жақта ма? 500 теңге. Ада да андай ғой. Неше? Бір жағы былай, бір жағы былай. Сосын 330 дейді. Қалыны ма еді? Жоқ. Қалыны ұзыны 600 теңге да? Ал қысқасы 330 деді. То есть, қысқасы 100-міз, сәлі жұқасы 330 деді. Кеткен осы жаққа көз. Анау жерде бір контейнер бар еді, сол жақтан көреміз да. Болмаса бағанағына ала салымыз амал жоқ. И блин. По-моему, ше мен қалау күнше. Оны өткен жолы алған. Анау еді.
мына логотип былай тұр, міне осылай. Екеуі де бір оригиналында сондай да ше. Так, бұл қоспачысын ақ қойып. Осы, анау, мынада қараңыз, логотип ше. Бір бетінде бит қылғанда, бір бетінде бит қылғанда, мынада екі бетінде де алға қарап тұр да. Оригиналда несі сондай болады да. Короче, носки алдық. Бана айтқандай, именно таңдаған кезде, егер сендер тағы носки істейтін болсаңдар, мына нан қарайсыңдар, мына ішін ашып көресіңдер, ішінде качествосы болу керек обязательно. То есть стрелкалар дұрыс болу керек. Стрелка емес, логотипі дұрыс болу керек. Этикеткасы максимально минималистичный болады, қара түсті желательно. И вот, осылай аласыңдар. Біз алдық. Біздің қазіргі мақсат не істейміз? Біз видео түсіруіміз керек, что вот давайте бізде распродажа, осындай Nike Force бар, Jordan бар, бастапқы бағасы 12 мың, біз сатамыз 8 мың, 9 мың. Еще плюс подарок сендерге носки деп қойып ше. И собственно доставка жасауымыз керек болады. Даже жасай аламыз ғой, иә? Егер Шымкентте тұрса. Шымкентте болса 5-6 там даже осы Шымкент айналасындағы ауылдарға апара аламыз ғой, иә? Өзің айттың. Ол Димаштың өзі айтты. Егер доставка жасай алмаймын деп жатса, мына жігіттің кесірі болады. Короче, егер сендерден де араларынан осы кроссовканы алам дегендер болса, жазыңдар, біз почти себестоимостьна сатып жатырық. Өздерің естірсіңдер, носки сатып алып беріп. Так что алам десеңдер спокойно, наоборот, қуанышпен сатармыз. И өзіміз апарып береміз даже. Мына жігіт апарып береді. Автографпен. Сенің автографыңа қажет. Ну, хотя, может быть. Кейін ол кроссовки миллиард тұрады. ДНС каналының бірінші несі де пайдаланысқан товары да. Бізге, получается, бір один товар таңдау керек. Қазір қыс келіп жатыр, или актуальный, трендовый товарлар бар. Соның бәрін негізі бірінші жақсылап зерттеп, именно выгодный товар, кішігірім товар алу керек. Уже қарап, сабақ аламыз осыдан. То есть обязательно уже дайын товар алу керек бізге. То есть сатып алдым, сатып жібердім дегенде. Бізде товар таңдағанда да негізі аккуратно таңдау керек. То есть как, мысалы, көбісі андаймен жасайды, типа AirPods, Apple Watch, автотоварлар, типа қыстыратын, ESPs. Оның бәрі просто бізде әр остановкада, лавочкада барды ондай ше, бізде әр базарда оның смысл болмайды да, егер бір ерекше бірдеңе ұсынбасақ та, там, не знаю, магнитная подставка, супер усилителем бір бәле деген ерекше бірдеңе. Лампа уже кезең өтті, бәрі TikTok түсірем деп уже түсіре алмай қалды да, бәрі сатып жатыр бұл лампаларды. Келесі. Жарайды, иә. Одан қатарым ойка дейді ғой. Темалы, иә? Оған не іштен? Этикет бастайды. Екі жанды ма? Оптым не іш болады? Болын бар ма? Болын іш болады. 2 теңгеден ба? Е-мая, не істеп жүрсіңдер, не көріп жүрсіңдер деген сұрақ туындаса, біздің Дәулет екеуміз шапка көріп жүрміз. Неғып шапка көріп жүрсіңдер десеңдер, бағана айтқандай, аяқ киімдерге қарағанда саудаласқанға оңайырақ зат, және де қазір қыс келді, адамдар жылыңырақ киінеді, және де сезонға сай болғандықтан бірінші ойға келген нәрсе ол шапка. Саған Adidas. Қаранам, нон-стоп қой качествосын. Бағанағы Nike-тікіне салыстырып қой. Жұқа сияқты қой. Жұқа сияқты. Вообще, опа. Түсі бағанағы Nike-ке ұқсайды екен бірақ. Качествосы Nike-де. Качествосы Nike-мен бір. Бірақ бағанағы Nike-ка зор екен. Мынау не дешеді? Jordan да? Бағанағы магазиннен не білдік, по сути. По сути, 2000 теңге, оптовый 2,5 теңге өздері розница сатады. Бірақ пачкада, ешқандай стопкада тұрған жоқ, бәрі бөлек-бөлек тұр. То есть, мне кажется, бұл просто өзі розница сататын. Өтеді. Еще раз. Негізгі тағы да іздеп көру керек. Бізде оптың қандай бағамен тұрады. И
рынокты зерттеу керек біздің онлайн рынокты ше. Егер 2,5 теңге тоже OLX-та или неде 3 мың 4 мың деп тұрса, онда по сути смысл бар даже біздің өзімізден оптым алып сатуға. Ал егер Алматыдан поставщик табатын болсақ, онда вообще тема болады. Бірақ оны адам ала ма екен, опять же, носкиді, кроссовканың случайында ашин жатса жаман болады. Бұл Еркабул, біздің YouTube командамыздың бір мүшесі. Бұрын оны видеолардан көрмедімдер, себебі ол в основном кадрдың сыртында жүреді. Ал қазір бір команда болғандықтан, команданың барлық мүшелері видеода болғаны дұрыс деп ойлаймын. Және де команданың тағы да бір мүшесі ол Ербосын. Оны уже бірінші видеодан көрген болатынсыңдар. Еркебұл қыс соған білесің ба? Қыс соған білесің ба? Жоқ дей ма? Жасы сондықтан ашық киіп алсың да. Нұрдәулет екеуміз разведка ретінде Автонұрға барып шапкаларды көріп қайтқан күні кешкісін балдармен ақылдасып, сол шапкаларды аламыз деп шештік. Бірақ бюджетімізде қалған 20 мың теңге оның ештеңеге жетпейтіндігін түсінгендіктен, біз балдармен ол шапканы сатып алып емес, реализацияға келісеміз деп шешім қабылдадық. Оптым заказываем. Мен рыногын зерттеп жатырмық та ше, шапкаға ілгіріп жатырмық та. Соны зерттеу мақсатында 5 штук, 5 образец алсақ деп едік та. Әрине. Бес па? Все, болды. Так, онда сумманы осылайсыз да? Және тағы мен короче, келістік біз ойлағандай мен 5 пар алдық, бірақ слишком нагрез етпедік. ТНФ 2 түсті. Nike болмады, Puma алдық, тура сондай качестводағы. И 2 ма? Жоқ, бір Hellfire. Бір Нью-Йорк. Иә, бір Нью-Йоркер. Екеуі сәл басқашалау. Бұл андай экспериментальный видео ғой. Екеуі андай, короче, сәл басы кішкентай қарадым. Ну, басқаша тігіс Nike-іне қарағанда. Бірақ менің көп сенім болып тұрған Nike-іне мен сенім болып тұр ше. Прям осы екенін сұрайды. Енді біздегі алдағы целінен бәрін әдемі қылып суретке түсіру, жігіттердің таныс модельдері бар. Видеоға түсіру. Иә, видеоға түсіру. Бәрін енді Instagramға, OLX-қа, TikTok-қа салу. Енді бізде қалған 20 мың бюджетпен енді получается рекламаға вклад жасаймыз. И біздің кроссовкалар қалды, сол кроссовкаларды тоже распродажамен сату. В общем, алда істейтін нәрсе көп. Қандай бизнесмен екенімізді білмеймін. Всегда бір бәлеге кешігіп, всегда бір бәле жүреміз. Кеше жамбыр деп суретке түсірмеген шапкалар бүгін түсірейік дедік. Бүгін күн әдем болды, бірақ күн әдем болған кезде бармадық. Ешкім қолы босамады. Қазір енді кешіп отыр, бірақ сонда да уже мобилограф жігітпен келістік. Все, қазір барып, енді барып түсіреміз. Оны асан қоймыз да. Короче, негізі келіскен болғандықтан товарный вид қойып үшін этикеткасын просто ол жерін есілет деп ойлаймын, ойламаймын, ну ладно. Короче, товарный видны құртпас үшін этикеткаларын аккуратно, максимально как получится оттастауға тырысады. Что за модель? Instagram в описании. Бәріміз жиналып, шапкалардан этикеткаларды алып тастап, жалпы шапкаларды суретке дайындап жатқан кезде мобилографымыз да келді. Жалпы съемка жайында айтатын болсам, ауа райы күшті кезде Шымкент плазаның жанына келіп, сол жерден түсірген болатынбыз. Кеш құрым және суреттердің көпшілігі түнде болды. Жалпы өздерің кадрлардан көріп тұрсыңдар, суреттер соңында көрсетем қалай шыққаны, бірақ съемка өте былайша айтқанда қызықты болды. Және Самат бауырыма үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Ол біздің өтінішті жерде қалдырмай келіп керемет суреттерді бізге от души деп тегінге түсіріп берді. Рахмет бауырым. Видео бір рел салу керек тұр, наверное, ше. Кофе стакан ұстап ше. Телефон шығып кетіп барады ше. Давай. Action. Давай, брат. Да, брат.
ар жанып тұрғанда вообще негізі күшті болады ғой. қалай түсіресің вообще Блин, я жарам. Не сет. Әдемі машина. блин күшті машина келді балалар ойнай фонда сөйтіп блин ұят сияқты да ше сұрау ше одан типа машина фонда сөйтіп кетіп алайықшы деп та блин маған ұят сияқты но блин істеп алсақ әдемі болатын сияқты такой завлекающий кадрлар да машина болады екен қанша? Повезло! жүріп жатсың ба Вот на такой машине сейчас будем снимать. иә давай Давай. машина отыр ма? қандай машина қандай шапканы түсіреміз Түсіріңдер. Stand up of the hall of shame. I wish I knew how much I miss. I know дима стеклянный взгляд that we're all screwed. диманы түрін қарашы дима осындай машина қашан аласың I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. фотосессиядан кейін бірден инстаграмға кірісті және де осы күнге дейін қалған 12 мыңдық форстарды 8 мың теңге ал 13 мыңдық джордандарды 9 мың теңге распродажа болып жатыр деп салдық және де шапкаларға қатысты түсірілген материалдарды бір апта бойы салып отыруға жоспарлап қойдық яғни 5 пост ретінде 5 түрлі шапкаға бірінші пост жасаймыз және де күніге сторис және 1-2 рилс саламыз деп жоспарлап қойдық. өздерің көргендеріндей инстаграмға да OLX-қа да шапкаларды аяқ киімдерді салдық бірақ продажа жоқ бізге видеоны шығару керек себебі күтіп жүрген адамдар бар тез шығарса видео кәні деп жатқан сол үшін үлкен рахмет особенно сен иә прям видео қашан деп сұрайсыңдар енді амал жоқ ешқандай продажа жасамадық мен именно продажа жасап бәрі күшті болып жатқанын салғым келген еді видеоға бірақ ондай жағдайымыз жоқ материалдар түсірілді видео бар өздерің көріңдер видео қызық болды деп ойлаймын бірақ енді амал жоқ осылай продажа болмаса да осындай сәл кішігірім мұңды нотада бітіруге керек болады бірақ бұнымен біздің бизнес проект тоқтап қалмайды себебі біз Нұрғазы екеуміз Қытайдан тікелей заказ алатын кинодан үйреніп жатырмыз. Және де Нұрғазымен үйреніп болған соң ол жақтан 1-2 зат заказ беріп оны сатуға тырысамыз. иә егер ұмытпасаңыздар біздің проекттің аты 50 мыңнан 500 мыңға дейін еді бірақ ол проект бітпейді ары қарай жалғасады бірақ кейбір өзгерістер болады себебі қазір бізде сумма 20 мың теңге болған соң ол сумма Pinduoduoдан бір зат заказ бергенге жетпейді сол себепті біз кішігірім сумма қосамыз. иә бұл біздің кішігірім бизнес проект енді басқаша бағытталады бірақ біз ютубер ретінде басқа да қызықты проекттеріміз бар алда жасайтын кішігірім бизнес тематикадан сәл басқашалау бизнес тематикаға қатыстылар бар сол себепті біз енді 2 түрлі проект жүргіземіз то есть ол біздің бизнес проект товарка жайында және де тағы да жаңа форматтар көреміз біздің харизма біздің монтаж жасаған көбісіне ұнап жатыр сол себепті біздің каналға жазылып, тіркеліп, лайк басып, әр видеосы комментарий жазып кетің. Ұнады ма, ұнамады ма, любой комментарий жазып кете беріңіздер. Поздравляю вас!